Açқан көздеріңді мен оны көздедім, мен сен тәтті сөздеріңді есімге түсінбедім, мен күн-түн ойлаймын, есім кетіп қоймайды, түбіндегі жүрегімді мен барып тонаймын. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің жастары жан-жақты екендігі айдан анық. Дәл осы әннің авторы әрі орындаушысы университетіміздің студенті. Радиоэлектроника мамандығының білім алушысы өнерге қалай келді? Ерлан Хатудың 2-ші курс студенті. Бүгінде дыбыс продюсері болып жұмыс істейді. Сонымен қатар ән жазып, оларды өз орындайды. Spotify, Apple Music, VK Boom сияқты платформаларда 532 және қоңыр көзі қыз атты әндері жарық көрген. Оның өнерге деген құштарлығы мектеп кезінен басталған. 9-шы сыныпта алғаш рет гитара тартуды үйренген. Жалпы музыка 2018 жылы келдім. YouTube'да Pickup Pranks гитара форматы танымал кезінде соған қызығып, сол бала кезімде 360 асық жинадым, соны алып Олиске салдым. Сол кезде маған Астанадан бір кісі звондап, осындай сатып аламын деп, маған пойызбен салып жіберді. Мен соны барлық асықты салып жіберіп, ол маған ақшасын жіберді, яғни сол ақшаға барып гитара сатып алдым. Сол гитараны жайлап YouTube'дан әртүрлі обучение видеолар қарап үйрендім. 2020 жылы карантин кезінде Сәлем Social Media жастар арасында кеңінен танымал бола бастады. Алғашқы жобалардың бірі Қайрат болма адам бол сериалының ұжымы көрермендер арасында шығармашылық байқау ұйымдастырды. Қатысушылар сериал желісіне байланысты бейнероликтер түсірді. Мыңдаған үміткердің ішінен Ерлан үздік 10-қа ілігіп, телефон, стабилизатор, LED лампа, петличка, микрофон сынды бағалы сыйлықтарға ие болған. Осы конкурстан кейін мен өзімнің музыкалық қабілеттерімді дамыту керек екенін түсіндім. Одан ары қарай мен компьютеріме секвенсор жазып, соны үйреніп бастадым. 2021 жылы мектеп бітіріп, осы универге келдім. Осы универге келіп, әуен музыкалық клубымен таныстым. Осы әуенге түсу керек екенімді түсіндім. Осы клубқа түсіп, қазіргі уақытта әуеннің мүшесімін. Ерлан очень талантливый музыкант, у него своеобразный взгляд на музыку. С самого первого прослушивания я понял, что у него огромный потенциал стать успешным артистом в будущем. Қазіргі уақытта мен өзімнің кәсібилігімді сынап жатырмын. Және осы кезге дейін менің ең үлкен жасаған жобаларым бірі ол Алихан және Уақыт машинасының құпиясы атты балаларға арналған спектакль. Мен бұл жерде звукорежиссер болып жұмыс жасаймын. Және де бұл жоба бұйырса 21 желтоқсан күні айналымға шығады. Аяжан Сапаралы, Алуа Марсағазы, IT жаңалықтары.